Assalomu alaykum do'stlar, qalaysizlar? Aman esensizlarmi do'stlar? Endi bugun sizlarga futbol axborotlarini yetkazamiz. Al sizlar bo'lsa bizning arnamizga tirkelib, like bosib varinglar, kommentariya qoldiruvdi unutmangizlar. Al biz bo'lsak sizlarga odatdagidek futbol axborotlarini yetkazayotgan bo'lamiz. Barcelona Real Madridning Arsenalga qarshi alda bo'lgan remontada turali dangaza ma'lumotlardan keyin ularda mazoqtauga mumkinlik oldi. Barlig'i Londondagi Emirates stadionida 0-3 yeseb bilan bo'lgan jengilishdan boshlandi. O'sdan keyin Axtar birden shabulga ko'chdi. Rasmiyda tek media kengishli babkellar, o'yinchilar, burungi futbolchilar va klubga yaqin media janrlarning bari bir so'zda qaytalab yurdi. Arsenal hali o'tmagan Bernabeuda 90 minut bo'yi muldan boshqa angmi. Ular alsınlar azab cheketin bo'ladi және remontada jasaytin bo'ladi Real Madrid klubi dedi. Futbol janrlari ikkiga bo'linib, birovlar aytdi Real Madrid jengishga yetadi dedi, al birovlar bo'lsa Arsenal Realga mumkinlik bermaydi dedi. Жалпы o'yinda Arsenal tipti terlemedi, adetiga qarqanda o'ynab, hech qanday avantyursiz sabr bilan APLning o'rtangol komandasiga qarshi chiqqanday o'yin ko'rsatdi. Natijasida 2-1 alshinlarning foydasida hech qanday drama, hech qanday so'nggi minutlarda gol bo'lgan yo'q. Al Barcelona'nın oyununa kelетін bolsa, Katalonluqlar öz alаңында 60 minutda 1-3 yesebмен ұтылып жатқан. Сол сәтте Real жанкерлерінің біразы айтқан болатын. Енді Realда мүмкіндік жоқ деп. Ал енді Lamine Yamal алаңға шыққаннан кейін ремонтаданың көкесін көрсетті. Rafinha сол ойында 2+1 істеді. 2 гол және 1 нәтижелі пас. Бұл жерде де Lamine Yamal ойынды жүргізіп өте керемет деңгей көрсете алды. Katalonluqlar шыдай алмай өздерінің ресми Twitter парақшасында қысқа бірақ ащы бір сөйлем қалдырды. Бұл ремонталар аптасы болды деді. Бұл сөздер Real Madridке тура бағытталған ирония еді. Бәрі жақсы секілді көрінгенімен жағдайға байыппен қарасақ, Барселонаның мақтана қоятындай жетістігі көп емес. Соңғы аптада бұлар Бетиспен ойнайды және ұпай жоғалтады. Бір ұпай алып келеді. Және де Чемпиондар лигасына тоқталатын болсақ, Чемпиондар лигасында Дортмундтың үйіне барып жеңіліп қалды. Бірақ енді әрине Барселона клубы келесі кезеңде өтті және Селтаны қиын жеңді. Алда Барсаны екі үлкен сынақ күтіп тұр. Реал Мадридке қарсы кубок финалы және Миландық Интерге қарсы Чемпиондар лигасының жартылай финалы. Егер осы матчтарда команда бар күшін салмаса, ремонтадалар аптасы деген мазақ өздерінің бумеранг болуы әбден мүмкін және өздеріне прикол ұстайтыны анық ремонтада деп. Ал достар, біз жаңалықтарымызды жалғастыра береміз. Сіздер болса әрине лайктарыңызды аямаңыздар. Бундеслигада чемпиондық мәселесі шешіліп қойғандай, Harry Kane өзінің алғашқы трофейін жеңе алатын сияқты. Кеше Байер салат тостаған ресми түрде Баварияға табыстады. Ливеркузенді қарапайым Сан-Паулимен тең ойнады. Бұл Малидағы матч емес, тең нәтиже әділ болды. Байер XG көрсеткісі бойынша Сан-Паулиден ұтылып қалды. Негізі құрамда Виртсте көмектесе алмады. Бавариядан болған ойсыре жеңілгеннен кейін команда өзін танымайтындай күйде. Қысым, шаршау, Виртс пен Алонсоның кететіні туралы қауесеттер бәрі де осы бұрынғыдай ойнауға мүмкіндік бермей тұр. Өкінішке орай қарай бұл маусымда команда ешқандай трофей жеңе алмайтын сияқты. Опта Байер чемпион атану мүмкіндігін 0,2% берді. Мына жақта Италия сериясында қызып жатыр. Арсалини гол салады Интерде. Интер оған ешқандай ответка бере алмайды. Сол ойында енді Интер жеңіліп қалады және Наполимен ұпайлары теңеседі. 71 ұпай екі жақта да. Бірақ Интерде әлі 8 матч бар, ал Наполиде тек 5 матч қалды. Екі командада шаршап, екінші таймда әбден тылықсып қалды. Наполи қиын жағдайда Титнис, Лиссимон мен Зайди қалған кездесулерге екінші құрамын шығармайды. Ондайға ол бармайды. Болониямен өткен матчтан кейін Инзайди ренішін білдірген болатын. Дұрыс орыннан 12, тіпті 13 метр алшақ жерден лақтырылған деп наразылық танытты. Доп менің аяғымның тұсында шықты. Болонияның техникалық аймағынан қарсы жағынан емес. Бұл жай ғана факт деді ол. Төреші қолдан келген істеді, бірақ бұл сылтау болмауы керек. Кеше төрешілер тек Интерде ғана емес, мына жақта Миланға да кесірі тиіп кеткен сияқты. Атлантамен болған ойында Рафаэль Леоға пас берілгенде ол өз алаңына тұрған, бірақ бәрібір офсайд белгіленді. Бұл жағдайдан кейін төрешілермен біреулер бұрышта сөйлесіп алған әсер қалдырады. Бұл үлкен дауға айнал төрешілер деңгейі топ чемпиондыққа сай емес.
Жалпы кеше екі Миландық командада қиналған болатын. Енді Интер өзінің ойындарын дұрыстауы керек. Себебі Чемпиондар Лигасында Барселона клубы күтіп тұр. Барселона саған оңай қарсылас емес. Барсада енді аз гол өткізуге тырысуы керек. Интерде аз гол өткізеді. Барсада енді Селтадан 3 гол өткізіп жүр. Бұл не деген нашар нәтиже. Чемпиондар Лигасын жеңіп алу үшін екі командада дұрыс дайындалуы қажет. Арсенал Ипсвич командасын тасталған еді 4-0 есебімен ойсырата жеңді. Сорлы Эд Ширанның сүйікті командасы жақын арада чемпионшипке жол тартқалы тұр. Құтқарылуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Арсеналдың мұндай сенімді жеңісіне оң қапталдағы Сака, Эдегар секілді мықты ойыншылардың септігі тиді деп ойлаймыз. Кешегі ойында Сака өзін керемет көрсете алды. Микель Артетаның негізі құрамдағы ойыншыларды бұл матчқа шығаруы көпшілікті таңғалдырды. Себебі каналдары енді Премьер-лигада ештеңе шешілмейді. Онда неге тәуекелге бару керек деген секілді болды. Ипсвичтің ойыншысы кеше Сакаға қарсы өрескел қателік жіберді және Сака жарақат алып қалатындай болды. Жерде жатып қалды. Соңында бәрібір Сака оянды және Сака өзінің ойын жалғастырды. Керемет ойнап шықты және Ипсвичтің ойыншысы әрине қызыл қағаз алып кетті. Байқасаңыздар, Арсенал клубы Реал Мадридті жеңгеннен кейін бір өздеріне сенімді болып өнер көрсеткендей болды және Зинченко деген ойыншы бар. Зинченко да кеше керемет өнер көрсетті. Микель Мериноның ойынына сөз жоқ. Не деген ойын мынау айналайындары, не деген ойын. Кешегі ойында пасын көрсеңіздер, шынаны пяткамен пас бере салады Мартинеллиге. Мартинелли болса әрине гол соға салады. Өте керемет ойын. Эдегердің ойындарына да сөз жоқ. Жалпы Арсенал кешегі ойында Ипсвич Таунды жеп тастады және Ипсвич Таун ұшып кетті чемпионшипке. Ал мына жақтан Ливерпуль клубы туралы сөйлесетін болсақ, Ливерпуль клубы кешегі ойында жеңіске жетті. Ливерпуль кешегі ойында Лестер Ситидің алаңына барады және Трент Александр-Арнольдтың голының арқасында 3 ұпай алып қайтады және Трент Александр-Арнольд осы Ливерпуль сапындағы соңғы голын салғандай болды және футболкасын шешті және керемет тойлай алды және кешегі ойында Лестер Сити ресми түрде ағылшын Премьер-лигасынан ұшып кеткен болатын. Осы маусымда келді және қайтадан ұшып кетті. Енді Трент Александр-Арнольдқа тоқталатын болсақ, Трент Александр-Арнольд осы маусымнан кейін командадан кететін сияқты қуанды және соңғы голын соқты деген ойдамын. Ал достар, сіздер лайктарыңызды аямаңыздар. Біз болсақ видеомызды жалғастыра берейік. Мадридтік Реал жайлы бүгінде сөз қозғадық, алайда бұл команда туралы айтылатын жаңалықтар әлі де таусылған жоқ. Қазір корольдік клуб төңірегінде өте көп ақпараттар шығып жатыр. Біріншіден, Фабрисио Романоның айтуы бойынша, Бразилия ұлттық құрамасы Карло Анчелоттидің шешімін клубтар арасындағы әлем чемпионаты басталғаннан дейін күтіп отыр. Айта кетсек, бұл турнир 15 маусымда ақш-та басталады. Сол инсайдерге сенсек, Бразилия өкілдері бірнеше күннен бері Мадридте жүр және Анчелоттиді өз құрамына бас бапкер ретінде шақыруға барын салып жатыр және қайтадан Романоның сөзіне жүгінсек, мәлімдеме жасайтын Фабрисио Романо айтады: Карло Анчелоттиді қалай болмасын Бразилия ұлттық құрамасы өздерінің бапкер ретінде алғысы келеді деп. Бұдан алдында біраз ақпараттар шыққан болатын. Папа Карло Реал Мадридтен кеткеннен кейін мансабын аяқтамайды және жұмысын атқара береді және Бразилия ұлттық құрамасын баптайды деген ақпараттар да көп болған және де сол расқа айналып келеді. Кеше ғана Реал өз алаңында Атлетик Билбаоны 1-0 есебімен жеңді. Жалғыз гол қосымша уақыттың соңғы минуттарында соғылды. Бұған дейін кей ақпараттар Реалдың алғашқы жеңілісі болған жағдайда Анчелоттидің орнынан кету себеп болған және кешегі ойында Килиан Мбаппе алаңға шыққан жоқ. Ол енді қызыл қағаз болғаны үшін және есте сала кетейік, Килиан Мбаппе қатыспаған ойында Реал Мадрид клубы ешқандай жеңіліске ұшырамаған екен. Жалпы Килиан Мбаппе қазіргі уақытта келесі ойындарға қатысатын болады. Тағы да ақпараттар шығып жатыр. Реал Родриді алғысы келеді деп. Сол Родри алтын доптың иегері, бірақ ол қазір жарақат алып ұзақ уақыт алаңға шықпай жүр. Дегенмен Реал бұл фактін елемейтін секілді. Олар Родридің деңгейін ешқандай жарақат төмендете алмайды деп санайды. Әрине бұған күмәнданып қарауға болады. Трансфермаркет порталында Родридің құны 130 миллион еуро.
Rodri'nin özü aytdı, men Angliyada barlığına köngülüm toladı. Men alemning üzdük klublarında öner körsetýänim, birak men bolajakda kanday klubda oýnaýatynyma hali hiç kanday toktalganym jok. Men Real Madridde tuğamyn, Madrid kalasında tuğamyn jene Madridga baruga karşı yemesmin depdi. Mümkün Rodri'de Real Madridde körüp kalabymyz abden mümkün. Endi Real Madrid 130 milyon euro bermeýtin şygar, 30da jakындap kalgany Rodri üçün. Sizler kalay oýarsızlar? Rodri Real Madridga kerekmi? Kerek emesmi? Öz olaryňyzdaryny adetdigidek kommentariýaga kaldyruwdy umutpaňyzlar. Dostlar, bizden arnamızda koldap жүрген jankerlerge, arnamızdan okurmanlarına barlığına ülken rahmet aytamız. Bizde her daim koldaytan Kuwanyş Kalilayev deyen bawrumuz bar. Oganda ülken rahmetimizni aytamız. Her videomuzdan aslında жылы lebizin bildirip oturady. Egerde sizler de жылы lebizleriňizni bildirip oturatan bolsaňyzlar, mümkün sizler de kelesi videoga çygatyn bolasыздар. Al dostlar, amandykda, жүз estinçe aman bolуңуздар.